ko'krak kasalligi haqida. Keyin men ko'krak kasalligi haqida o'qigan kitobimdan Annaning voqeasini aytib bereyim. Anna sonday bir жақсы hayal bo'ladi. Ол өмірлік жолдасымен bir жақсы үйде жасайды. Көп қабатлы үйлердің біреуінде жасайды. Ал Анна күйеуімен со дәрежеде ынақ жасайтын болады. Анна har күні оған жақсы тағамларды, жақсы пысырықтарды пісіріп, күйеуінің киімдеріне қарап, оның настроениесіне, көңіл кейпиятына қарап, әрдайым оған жақсы сөздерді айтып, мәміле ететін болады. Күндерден бір күні оның оң көкірегі ауырады. Жылдар давамында ұсақал давам етеді, олар бейперзент болады. Ал оның оң көкірегі ауырғанлығын күйеуіне айтады. Ал күйеуі де оған сол күндерде бір сатыларды айтажақ болып жүрген болады, бірақ айта алмайды. Бірақ Анна har күні оң көкірегінің ауырып жатырғанлығын тынбай айтып барады. Ал күйеуі оған айтады, сен маммол құзырына бар, оң көкірегіңді тексертіп көр деген, мен айтады, оң көкірегіңді тексертіп көр деген мүрәтті береді, яғни тәклифті береді. Анна оң көкірегін тексертіп көруге барады. Оң көкірегін тексертіп көрген уақытында маммол оған онкологик кеселік бар екендігін, сіз онкологқа ұшырасуыңыз керек деген мағлұматты оған айтады. Яғни Анна онкологқа бармастан үйіне қайтып келеді. Үйіне қайтып келіп, қатты өткір жылаулармен бетін көпшікке басып, қатты жылайды. Яғни мен неге онкологиялық кеселікке ұшырадым деп өзін-өзі қаттыға жеп қояды. Сол уақытта күйеуі оған хат жазып кеткен болады. Яғни хат мазмұны былай болады. Анна, сенің маған берген мехріңді, сенің маған берген шерін тағамларыңды, бәршесіне мен разыман дейді. Мен басқа бір хаялды жақсы көріп қалдым дейді. Мен сол хаялменен өмірімді давам етпекшімен, мен бұл қаладан кетпекшімен деп айтады. Анна бұл уақияны, бұл хатты оқып, қатты стресске беріп қалады. Бұл стресс со дәрежеде жетеді, оң көкірегінің ауруына алып келеді. Оң көкірегі со дәрежеде ауырып, рактың белгілері қалқып шыға бастайды. Анна бірнеше күндерден кейін өзіне келеді. Өзіне келіп онкологияға барады. Онкологияға барып, онкологтың құзырынан өтіп, өзіндегі рак кеселігін анықтайды. Яғни онколог оны гистологқа жібереді. Яғни гистолог білесіздер, бұл онкологик аурудың қай дәрежеде, яғни доброкачественный ма, яки злокачественный ма, бұл клеткелерді анықтайды. Гистолог сол күні оның анализлерін алып қалады. Анализлерінің жауабын шығаратын күні гистолог қатты шаршаған болады. Гистолог шаршау ақыбетінде оған қате мағлұмат беріп жібереді. Яғни злокачественный дегеннің орнына доброкачественный клеткалар деген жауапты беріп жібереді, шаршау ақыбетінде. Анна бұл нені алып, результатты алып, үйіне кетеді, нәтижені алып. Үйіне барғаннан кейін менің бұл ауруым ол дәрежеде емес екен ғой, яғни менікі доброкачественный опухоль екен ғой, ол мен жақсы ойларды ойласам кетеді екен ғой деген ойларға беріледі. Бұл ойлар ақыбетінде ол өзі емлеп алады. Яғни мен неге депрессияға беруім керек, яғни мен не үшін бұндай ауқалға беруім керек, менде мүмкін қателіктер бар шығар деген ойларға беріледі. Ол өзіне неге деген сауалдар беріп бастайды. Неге деген сауаллардан кейін ол психологқа ұшырап бастайды. Яғни өзінің рухи халаты үстінде істеп бастайды. Рухи халатының үстінде істеп, өзін ол жаңа Аннаны жаратады өзінен. Яғни ойларын жаңалайды, энергиясын жаңалайды, өзінің өмірін жаңалайды. Жаңа ойларды ойлау ақыбетінде ол өзінің онкологик кеселігінен құтылады. Демек, өмірді ол қайта бастайды. Егер білген болсаңыз, Аннаның гүржіңі сізге ұнаған болса, біз әлбетте психологик өзімізге қолдау бере алған уақытымызда біз Аннадай болып, әрбір кеселіктерімізді өзіміз давалай аламыз. Яғни бізді сол дәрежеде қиратқан нәрсе сол дәрежеде оңай алады. Яғни біз өзіміздің үстімізде, психологиямыз үстінде істеген уақытымызда, өзіміздің үстімізде ауырған уақытымызда біз әлбетте белгілі бір жақсы бір нәтижеге ерісе аламыз деген ойда бар. Яғни сол ойды халімізге мұрат етеді, сол ойда жүргізеді. Яғни бізді ойлар түзейді.
таза өмір бұл таза ойлардан басталады деген Джон Кихоның дана сөздерін естіп қалдым осы жерде. Һәм сіздерге де естіртіп өтемін.